Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким Аллахқа пайғамбарына ишенсе, намазды тұрғызса, ораза қармаса, аны бейішке кіргізу Аллахтың жауапкершілігінде болады. Ал соғышса да, соғышпай төлеген жерде отырса дағы. Сахабалар айтышты: о Аллахтың елшісі, елдерге сүйіншілеп айтпайбыз бы? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: бейіште 100 даража бар, анын өзінің жолында күрескөндөргө даярдаган. Ар бир даражанын ортосу асман менен жердей. Силер Аллахтан сурай турган болсоңор, Фирдаустун бейишин сурагыла. Себеби ал бейиштин эң жакшысы жана даражасы өтө бийик. Анын үстүндө Рахмандын аршы турат. Ошондон бейиштердин булактары агып чыгат. Бухари.